Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қаз мүшелері мен оқушылар. Мен Карина Әнкәр, Ақмола облысының білім басқармасының Жақсы ауданы бойынша білім бөлімі. Жаңақима ауылының Ғұбайдолла Әбдірахманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Назарларыңызға туған жерге тағзым, игі істердің бастауы тақырыбында жобамды ұсынамын. Жобамның мақсаты жастарды әлеуметтік маңызды істерге тарту арқылы туған жерге деген сүйіспеншілікті, қамқорлықты арттыру. Жобамның міндеттері: бірінші, қоғамда өзекті әлеуметтік мәселелерді анықтау. Екінші, жастарды қайырымдылық және қоғамдық жұмыстарға жұмылдыру. Үшінші, қарттар, мүмкіндігі шектеулі және көп балалы отбасыларға көмек көрсету. Төртінші, туған жердің тазалығы мен экологиялық жағдайды жақсарту. Бесінші, қоғамда мейірімділік пен жауапкершілік құндылықтарын қарастыру. Жобаның өзектілігі: қазіргі қоғамда экономикалық мәселелер өте маңызды рөл атқарады. Сол себепті біз осы жобамызды таңдадық. Зерттеу болжамы: егер жастар тұрақты түрде игі істерге қатысса, онда қоғамда жауапкершілік, тазалық және мейірімділік артады деп сенемін. Туған жер әр адамның жүрегіне жақын екен деп санаймыз. Сол себепті мен үшін Қима ауылы ең жақын және ең қымбатты мекен болып саналады. Бірақ кейде біз қамқорлығымызды жеткізе алмаймыз. Біз өз қамқорлығымызды тек сөзбен ғана емес, сонымен қатар іс жүзінде де жеткізуіміз қажет. Сол себепті біз тазалық акцияларын ұйымдастырып, Қима ауылының экономикалық тұрғысынан жақсартамыз. Біз өзгерісті өзімізден бастаймыз. Біздің мектебімізде үмітінді үзбе еріктілер ұйымы жұмыс жасайды. Олар әрдайым қарттарға көмек жасап, өз қолқабысын тигізеді. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай, олар қарт адамдардың үйлеріне барып, тазалық акцияларын өте жасайды. Жақсылық жасап, жарық саяшы тақырыбы өте мағыналы әрі тәрбиелік мәні зор идея деп білеміз. Сол себепті біздің мектебімізде жақсы істер жасауға асығыңыз акциясы ұйымдастырылды. Бұл акцияға мектеп оқушылары қатысты. Мектеп оқушылары қарттарға, көмекке мұқтаж жандарға көмектесіп, өз қолқабысын жеткізді. Спорт денсаулық кепілі дегендей, бос уақытты тиімді өткізу үшін біздің мектебіміздің алаңында спорттық ұйымдар ұйымдастырылды. Мектептің оқушылары белсенді қатысып, марапаттау алды. Сөзімді қорытындылай келе, туған жерге қамқорлық біздің міндетіміз. Бүгін біз кішкентай қадам жасадық, бірақ сол қадам үлкен өзгерістің бастауы болады деп сенемін. Егер әр адам бір игі іс жасаса, онда әр жүрек мейірімге толы болады деп сенемін. Себебі туған жерге қызмет ету әр азаматтың қасиетті парызы. Назарларыңызға рахмет.